Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Жалмағамбетов Рустам Имантаевич, инновациялық Евразия университеті Екібастұз колледжінің тарих пәнінің оқытушымын. Бүгін бізде сіздермен Қазақстан тарихы пәні, біз сіздермен келесі тақырыпты қарастырамыз. Тақырыбымыз орта ғасырлық Қазақстандағы ғылымның дамуы. Сабақтың мақсатына келетін болсақ, біз сіздермен келесі мақсаттарды көздейміз. Ол орта ғасырлық Қазақстандағы ғылымның жетістіктері қандай екенін анықтаймыз. Орта ғасырлық Қазақстандағы ғұламалардың ғылыми еңбектері мен зерттеулерін сипаттаймыз. Орта ғасырлық Қазақстандағы ғұламалардың ғылыми еңбектерінің маңыздылығы қандай екенін талдаймыз. Сабақтың жоспары келесідей. Яғни біз сіздерге бірінші кезекте ежелгі түркі жазуы қалай пайда болғанын қарастырамыз. Орта ғасырлардағы ғылымның дамуындағы араб тілінің, араб мәдениетінің рөлі қандай болғанын, сонымен қатар Әл-Фараби, Махмұд Қашқари, Жүсіп Баласағуни сияқты ұлы ғұламалардың еңбектеріне тоқталып кетеміз. Онда біз сіздермен сабағымызды бастайық. Сабағымыз бізде әрине түркі империясының пайда болуынан бастау керекпіз. Бірінші кезекте түрік империясын сіздер мектеп бағдарламасынан өткен едіңіздер. Түрік империясы, түрік мемлекеті, түркі тайпаларынан біріккен 7 ғасырда өмір сүрген үлкен деген алпауыт территорияны алып жатқан империялардың бірі болды. Аталмыш ел Қазақстан, Орта Азия, сонымен қатар картаға қарап отырсаңыздар, Европаның Кавказ жерлерін бірталай үлкен алпауыт жерді алып отқан үлкен деген мемлекет болып табылады. Бірақ 7 ғасырдың бас кезегінде аталмыш империя екіге бөлініп кетеді екен, ішкі қақтығыстарға байланысты. Ол бізде картаға қарап отырсаңыздар, шығыс түрік қағанаты және батыс түрік қағанаты болып. Шығыс түрік қағанатына бізге Қазақстанның, яғни Қазақстан, сонымен қатар Орта Азия, Жоңғария сияқты біраз бөлік кіріп отырса, түрік қағанатының, яғни батыс жеріне Қазақстанның сарыарқа өлкелері кірген екен. Сонымен қатар түрік қағанаты ыдырағаннан кейін Қазақстан территориясында бізде көптеп басқа түркі тілдес тайпаларға жататын Түргеш, Қарлық, Оғыз, Қимақ, Қарахан, Қыпшақ сияқты мемлекеттер құрылды. Қазақстан территориясында өмір сүргенін біз сіздермен мектеп бағдарламасынан жақсы білеміз. Осындай күшті мемлекеттің осындай қалыптасуы, өзінің әкімшілік және елшілік қызметтерінің болуы, мемлекеттің басқару органдарының болуы елде жаңа жазудың пайда болуына әкелді. Орта ғасырларда түркі қағанаттарының құрамына кірген территорияларды, мысалы ретінде Орталық Азияда, Қазақстанда, Еділдің бойында, Дон өлкесі, Солтүстік Кавказдағы құрған, яғни өмір сүрген түркі тайпаларына өздеріне тән жазулар пайдаланды. Тағы да сонымен қатар, яғни түріктерде жазудың болғаны, біз олардың елшілеріне арнайы грамоталармен қамтамасыз етіп отырды. 568 жылы Константинопольге император Юстиниан сарайына келген түрік елшісі қағанатынан жазылған хат әкелген еді. Яғни осыдан біз ежелгі түркілерде жазудың болғанын білеміз екен. Ежелгі түркілердің өзіне тән тілі, даналығы осы Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінде көрініс жақсы көз тауып отыр. 7 ғасырдың бірінші жартысында пайда болған түрік әліпбиі ағаш пен тасқа ойып жазуға қолайлығымен ерекшеленеді. Көне түркі жазуын алғашқы рет 18 ғасырдың 20 жылдары неміс ғалымы Даниэл Мессершмитт пен шведтік офицер Яган Страленберг Енисей аңғарынан тапқан еді. Аталмыш жазу скандинавиялық руналық жазуға өте ұқсас болды. Сол себепті бастапқы кездерде түркі жазуын руналық деп атады да, содан кейін ғылымда осы атау қалып қойды. Осылайша бұл жазуды руналық жазулар деп атап кетеді екен. Осыдан кейін басқа да жаңалықтар ашыла бастайды. Руна жазуларын оқудың кілтін дат ғалымы Вильгельм Томсон тапқан еді. Ежелгі түркілердің ділі мен тілі, даналығы Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінде көрініс тапқан. Иолық тегін мен тоны көк жазбалары ауыз әдебиетінің алғашқы үлгілері саналады.
Бұл жазба ескерткіштер ежелгі түркі тайпаларының жоғарғы тіл мәдениеті мен дүниетанымының болғанын көрсетіп отыр. Орхон Енисей жазбалары түркі халықтарының көне дәуірдегі ұзақ ғасырлық мәдениеті мен тарихи тұрғысынан баға жетпес құнды дүние. 7-8 ғасырларда жазылған Орхон және Енисей өзен бойларында табылған еді. Орхон Енисей өзендері бізде Монғолияның территориясында орналасқан. Жалпылама Енисей жазбаларының жалпы саны 85-ке жетеді екен. Олардың ішінде кішігірім болады, сонымен қатар үлкен ірі мәтіндер де кездесіп отырады. Енисей ескерткіштері көлемі жағынан негізінен шағын болып келеді. Ең үлкені 10-15 жолдан тұрса, ең кішісі 1-2 жолдан ғана тұрады екен. Осы жазбалардың арасындағы ең танымалы, ең маңыздысы ол әрине Орхон жазба мұралары. Орхон өзенінің бойында табылған бұл ескерткіштердің ішінде тасқа қашалып жазылған 3 тарихи мұра ерекше аталады екен. Олар, яғни 732 жылы өлген хан ісі Күлтегінге, екінші 735 жылы өлген Білге Қағанға, ал үшінші Тоныкөкке арналған ескерткіштер. Орта ғасырлық ғылым дамуындағы араб тілінің рөлі. 11-12 ғасырлардан кейін түркі әлемінде түркі руна жазуы ақырындап ығыстырыла бастайды, қолданыстан тіпті шығып та кетеді екен. Оның орнына араб тілі ене бастайды екен. Енді күнделікті өмірде, ғылымда араб тілінің рөлі өте үлкен болады екен. Түркі әлемінде, яғни осы орта ғасырларда ислам діні қалай тара бастады, араб мәдениеті, араб тілі қалай енген туралы бізде әрине сұрақ туындайды. Ол бірінші кезекте әрине сауда қатынастарымен байланысты болып келеді. Елдер арасындағы сауда қатынастар осы жаңағы араб тілінің дамуына, исламның толық енуіне өте қатты әсерін тигізді. Тіпті сол Қарахан тұсында, сіздер де оны жақсы білесіздер, Сатық Бұғра, яғни Таразда 10 ғасырда осы исламды қабылдаған екен. Ал оның ұлы Мұса 960 жылы исламды мемлекеттік дін деп жариялаған екен. Осылайша, ежелгі түркі мемлекеттерінде, түркі әлемінде жаңағы ислам діні енеді, сонымен қатар араб тілі онымен қоса келеді. Осылайша енді адамдар, ғұламалар, қарапайым адамдар болсын, үлкен деген ойшылдар болсын, араб тілі арқылы олар басқа халықтардың әдебиетін, философиясын, тарихымен танысады екен. Мұсылман ғұламалары еңбектерін енді тек қана араб тілінде жаза бастаған. Араб мәдениеті әлем өркениетінің орталығына айналғанын біз сіздермен жақсы білеміз. Бұл кезде енді сізге мысал ретінде айтып кететін болсақ, Европа дүниесінде қараңғылық кезеңі болса, ал араб мәдениеті өте қатты дамып, көптеген жетістіктерге жетіп отырған екен. Арабтар өзінің еңбектерінде ежелгі дүниенің жетістіктерін араб тіліне аударылды. Яғни бұл нені білдіреді? Ежелгі антика кезеңіндегі ежелгі Грекия, ежелгі Римнің үлкен деген ғұламалары, Пифагор, Платон сияқты, тағы да басқа Аристотель сияқты ғұламалардың, философтардың, ойшылдардың еңбектерін негізге ала отырып, оны араб тіліне аудара бастайды екен. Араб тілінің үстемдігі исламның таралуына септігін тигізді. Исламның таралуы түркі халықтарында ортақ тілдің болуы біртұтас мәдениет кеңістігінің қалыптасуына ықпал етті. Қалалар ислам діні, білім мен ғылым мәдениеттің орталығына айналды. Қазақстан қалаларына жазба және ауыз әдебиеті, ғылым мен білім кеңінен тарала бастады. Орта ғасырларда көшпелілердің астрономия, география және басқа да жаратылыстану ғылымдары бойынша өте көптеген ғылымдар жазыла бастаған екен. Орта ғасырларда көшпелілердің астрономия, география және басқа да жаратылыстану ғылымдары бойынша білімдері ғылыми трактаттар түрінде жазылды. Түркі тайпалары алуан түрлі диалектілерде сөйледі. Тіл білімі саласы жақсы дамыды. Араб тілінің таралуы жазба әдебиеттің қалыптасуына өте қатты әсерін тигізді. Араб өркениеті өз заманындағы әйгілі энциклопедист ғұлама ғалымдарды қалыптастырды. Түркілерден шыққан аса көрнекті ғұламалар, данышпан ойшылдар бүкіл әлемдік ғылым мен мәдениеттің өркендеуіне зор үлес қосты. Ендігі кезекте біз сіздермен осы ғұламаларға тоқталып кетеміз.
Орта ғасырлық ғұламалардың Қазақстан ғылымын дамытуға қосқан үлестерін біз сіздермен Әл-Фарабиден бастаймыз. Әбу Насыр Әл-Фараби орта ғасырда көрнекті тұлғалардың қазақ даласынан шыққан, яғни қазіргі Отырар немесе Фарабта туған үлкен деген танымал ғұлама. Ол алғашқы кезде өз білімін Отырарда алады екен, содан кейін Шаш, яғни қазіргі Өзбекстан территориясындағы Ташкент қаласы, яғни басты қаласы, Самарқан және Бұхарадан өз білімін алған екен. Бұдан соң тек қана араб әлемінде ғана емес, жалпылама дүние жүзіне танымал болған білім орталықтары, ғылым орталықтары саналатын Исфахан, Хамадан, Дамаск сияқты, Бағдат, Каир сияқты шаһарларда, яғни қалаларда білімін алып оқиды екен. Ол өте жақсы араб, грек, парсы тілдерін меңгерген. Ұлы ойшылдың әртүрлі саладағы көптеген еңбектері бар екен. Қазіргі таңда 160-қа жуық трактаттары жазылған деп айтылады. Оның танымал қайырымды қала тұрғындарының көзқарасы, ғылымдар тізбегі, музыканың ұлы кітабы, бақытқа жол сілтеу, азаматтық саясат, поэзия өнері туралы, риторика сияқты тағы да басқа еңбектері толып жатыр. Енді жаңа айтып кеткендей, Әл-Фараби әртүрлі салаларда көптеп трактаттар, еңбектер жазған екен. Олар математика болсын, физика, медицина, астрономия, философия, педагогика, психология, саясаттану, музыка және тағы да басқа ғылым саласында өзінің көптеген жетістіктері бар екен. Әл-Фараби өзінің еңбектерінде, өзінің шығармаларында, трактаттарында ежелгі әлемнің танымал, яғни нақты айтатын болсақ, ежелгі грекия дейміз, немесе антика дейміз, Пифагор, Аристотель, Евклид, Архимед, Платон сияқты ежелгі ғалымдардың еңбектерін зерттеді, өз еңбектерінде осыларға сүйеніп отырды. Махмұд Қашқари орта ғасырдың әйгілі және де танымал ғалымдарының бірі. Махмұд Қашқариді біз сіздермен әрине бірінші кезекте диуани лұғат ат-түрк, яғни түрік тілдерінің сөздігі арқылы, еңбегі арқылы біз сіздермен білеміз. Орта ғасырдың әйгілі және де танымал ғалымдарының бірі Махмұд Қашқари Қарахан мемлекетінің аумағында дүниеге келген екен. Алғашқы білімін медреседе алса, кейін Бұқара, Самарқанд, Мер қалаларында оқуын жалғастырды. Махмұд Қашқари талай ел кезіп, деректер жинастырды. Ұзақ жылдар бойы жүргізген ғылыми ізденістері нәтижесінде диуани лұғат ат-түрк еңбегін жазып шықты. Бұл шығармада сол кездегі тарихи, мәдени, этнографиялық және лингвистикалық материалдардың үлкен қоры жинақталған. Диуани лұғат ат-түрк орталық Азия түркі халықтарының тілі, тарихы, этнография, география, астрономия, медицина, әскери ісі, мәдениеті, діні, салт дәстүрлері мен әдеп ғұрыптары туралы ақпарат беретін құнды тарихи дерек болып табылады. Өз айтқанда, еңбекті жазып шығу үшін түркілер мекен еткен барлық шаһарлар мен аймақтарды аралап, Қарлық, Қанғар, Оғыз, Қыпшақ, Қырғыз тайпаларының өлеңдерін, мақал-мәтелдері мен аңыз әңгімелерін жинаған. Махмұд Қашқари еңбегінде адамгершілік, парасаттылық жайлы мақал-мәтелдер мен нақыл сөздер өте көп кездеседі екен, яғни жинақ ретінде шыққан екен. Ғалым оқырмандардың ауырлыққа ерік жігер танытып, шыдамды болып деп, тағдырдың кез келген күтпеген сынақтарына төтеп беруге дайын тұруға және сабырлы болуға шақырып отырады. Махмұд Қашқари түркі халықтарының ғылымы, тарихы мен мәдениетіне елеулі үлес қосқан көрнекті ортағасырлық ғылым ретінде тарихта қалды. Оның зерттеулері баға жетпес құнды еңбек болып табылады. Жүсіп Баласағұни орта ғасырдың көрнекті ғұлама, ойшыл және ақындардың бірі Жүсіп Баласағұни Қарахан мемлекетінің әкімшілік орталығы Баласағұн қаласында дүниеге келген. Ол Бұқара, Қашқар қалаларында білім алып, араб, парсы тілдерін жетік меңгерді. Жүсіп Баласағұни 11 ғасырда түркі тілінде құтты білік, яғни құт негізі білік атты іргелі тарихи әдеби шығарма жазды. Бұл еңбек түркі тілінде жазылған алғашқы туынды. Құтты білік дастанында Жүсіп Баласағұни өмірдегі ең өзекті мәселелерге тоқталып кетті. Мұнда ол жеке адамның қоғамдағы орны мен рөлін сипаттайды, сонымен бірге сол дәуірде түркілердің саяси тұжырымдамаларын қамтиды. Баласағұни ескерткендей, білім мен парасат адам мен қоғам өмірінде кездесетін зұлымдықтардың алдын алу үшін қажет деп айтқан екен.
Жалпылама жүсіп баласағұнның еңбектері бүкіл түркі әлемі елдеріне ортақ мола болып табылады. Ғұлама игіліктің барлығы ғылымда, ал ұлылық қанында деп тұжырымдама айтқан екен. Құрметті студенттер, сіздер өздігінен келесі тапсырмаларды орындайсыздар. Фишбоун тәсілі қолдану арқылы сіздер Қазақстанның исламдану себептері мен салдары мен ғылым мен білімнің дамуы арасындағы байланысты қадағалайсыздар, логикалық тізбекті құрасыздар. Яғни балықтың қаңқасы құрылады, оны суретте көріп отырсыздар. Оның басы бұл шешетін мәселе, яғни қандай мәселе бізде бар? Жоғарғы сүйектері ойлаудың себептері немесе бағыттары, төменгі бұл нақты мысалдар мен фактілер келтіресіздер жаңағы себептерге. Ал балықтың құйрығы оның қорытындысы болып табылады. Ал мәселе бізде осындай: араб тілінің ежелгі түркі мемлекеттерінің халқын әлемдік өркениеттің рухани құндылықтарына балудағы рөлі. Бұл бізде сіздерге арналған бірінші тапсырма. Дескрипторлармен таныс болыңыздар. Келесі біздің екінші тапсырмамыз. Тақырып бойынша хабарламалар жасайсыздар. Сіздерге келесі тақырыптар беріліп отыр: Әл-Фарабидің ғылыми қызметі, Махмұд Қашқаридің ғылыми ізденістері, Жүсіп баласағұнның еңбектері, Қожа Ахмет Яссауидің трактаттары немесе Ахмет Игенеки кітабы. Осы 5 тақырыптың біреуін ала отырып, таныстырылым дайындайсыздар, сонымен қатар хабарлама жасайсыздар. Құрметті студенттер, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше.